Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін біздерде өте маңызды сабақтар басталғалы жатыр. Бұл сабақтарға өте қатты зейін қойып, бірнеше рет қайталап, жақсы қылып түсініп алыңыздар. Себебі бұл дизайндағы базалар, основалар, қағидалар, ережелер, иә. Бұдан кейінгі сабақтар біздер тек инструменттерді үйренеміз. Яғни Photoshop, Figma, жасанды интеллект, тіпті ChatGPT болса да, бұлардың барлығы инструмент болып есептеледі, иә. Ал қағидалар, бұл ережелер, бұл базалық ережелер, бұл мүлдем басқа. Яғни мысалы қараңыз, инструменттерді білу, яғни қай кнопканы басқанда қандай эффект пайда болады деген нәрселерді білу, дизайнды білу деген сөз емес. Себебі қараңыз, мысалға біздің Қазақстанда жалпы қалаларда көптеген баннерлар бар, иә, баннер дизайндар бар, көшелерде билбордтар. Неге олардың дизайны әдемі емес көпшілігінің? Себебі оны жасайтын қалай жарнамалық агентстводағылар оны жасайды, олар да инструментті біледі, олар да фотошопты біледі деген сияқты. Бірақ неге көбіне әдемі емес болады? Себебі олар дизайнның қағидаларын, базалық ережелерді білмейді. Көпшілігі солай. Және көп курстарда да мен көрген нәрсе, курсты өтіп шығады, бірақ дизайнер базалық қағидаларды білмейді. Курстан фотошопты үйреніп шығады, фигманы үйреніп шығады. Қалай жасалу керек, қандай эффекттер қолдану керек, оларды үйреніп шығады, бірақ базалық қағидалары дұрыс болмайды, қате болады деген сияқты. Және дизайнды ол вкус деп ойлайтын адамдар әлі де көп. Сондай дизайнерлер көп. Сіздің миыңызда мына нәрсені мен алып тастайын бірден. Дизайн бұл вкус емес. Дизайнға вкус қажет, иә. Вкус болу қажет, әрине бұл бір 20-30% болатын шығар, бірақ қалған көпшілігі белгілі бір ережелер, қағидалар, опыт, насмотренность деген сияқты нәрселер. Енді қараңыз, егер сіз дизайнды вкус дейтін болсаңыз, бұл бізге қалай кері жұмыс жасайды? Вкус деген нәрсе бұл субъективный нәрсе, иә? Маған ұнайтын нәрсе сізге ұнамауы мүмкін, сізге ұнайтын нәрсе басқа адамға ұнамауы мүмкін деген сияқты. Егер сіз сондай ойда болатын болсаңыз, дизайн жайында сіздің клиентіңіз ертең сізге маған бұл дизайн ұнамайды дейтін болса, сіз жарайды, онда сіздің вкусыңыз басқа екен, мен вкусым басқа екен деген сияқты айта алмайсыз да. Сіз ол дизайнды қорғауыңыз керек болады. Әйтпесе сіз мыңдаған правкілермен өз уақытыңызды құртатын боласыз, нервыңызды құртатын боласыз деген сияқты. Дизайн жасадыңыз ба? Оны қорғай алуға жетсіз. Мен неге бұл шрифтті пайдаландым? Неге бұл нәрсе мына жерде тұр? Неге мына жерде былай тұр деген сияқты. Өз дизайныңызды жалпы былайша айтқанда қорғап, клиентке түсіндіріп беру керек боласыз. Клиентте жалпы айып жоқ, себебі ол кісі дизайнер емес, ол кісі түсінбейді, бірақ әдемі емес екенін көріп тұр да. Что-то не то екенін көріп тұр деген сияқты. Жалпы адамның өзі әдемі жаратылыс болғандықтан, әдемілікті байқау ол адамның жалпы табиғатында бар нәрсе. Сол себепті де бұл сабақтар өте маңызды, тағы да ескертіп айтамын. Қағидаларды міндетті түрде түртіп алыңыздар, біліп алыңыздар, қайтадан қараңыздар деген сияқты. Одан кейін осы презентацияны төменде қалдыратын боламын. Сол презентацияны өздеріңізге жүктеп, қарап, қадағалап, сол арқылы алдағы уақытта жұмыстар жасайтын боласыздар. Әрине, бастапқы уақытта егер сіз мүлдем білмейтін болсаңыз, бұл нәрселер қиын сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ кейін кәдімгі кітап оқыған кезде әр әріпті бөлек-бөлек оқымай бірден сөзді оқитындығыңыз сияқты, бұл қағидалар сіздің миыңызда қалғаннан кейін фундамент ретінде ары қарай жұмыстарыңыз автоматты түрде осы қағидаларды сақтаумен жүріп өтетін болады. Және басқа жұмыстарды көрген кезде де сіз сол қағидаларды көретін боласыз. Қайсысы дизайн дұрыс, қайсысы дұрыс емес деген нәрсені түсінетін боласыз. Яғни сізде дизайн жайлы түсінік пайда болады. Окей, сіздерге сәттілік тілеймін. Ендеше сабағымызға кірісейік. Окей, жалпы бүгін ең бірінші біздер композицияның заңдылықтары жайлы өтетін боламыз. Бұл презентацияда мен барынша сіздерге түсінікті әрі қарапайым тілде түсіндіруге тырыстым. Бұл презентацияны төменнен жазып аласыздар. Өздеріңізге бастапқы уақытта үстел кітапшасы сияқты пайдалансаңыздар болады. Окей. Енді композиция дегеніміз дизайндағы тәртіп пен логика. Бұл композиция біздің дизайнымызды әдемі қылып көрсететін, тиянақты, таза қылып көрсететін басты нәрсе. Жалпы дизайндағы элементтердің дұрыс орналасуы ол көрерменнің назарын автоматты түрде бағыттайды. Яғни көрермен ең бірінші қайда қарау керек, одан кейін қайда қарау керек, содан кейін барып ең соңында қайда қарау керек деген сияқты нәрселерді де басқарады. Енді жалпы композицияның мақсаттары қандай? Негізгі 4 мақсаты бар. Бұл жалпы негізгі ақпаратты көрсету, ең басты информацияны алға шығару. Бұл жерде товар болуы мүмкін, немесе басқа нәрсе болуы мүмкін. Ең бірінші маңызды нәрсені көрсету. Одан кейін көз назарын басқару.
көз назарын басқару деген жаңа айтып кеткендей, қарап отырған адам ең бірінші қай информацияны қабылдау керек, одан кейін қайсысын қабылдау керек, одан кейін ең соңында мысалы call to action, бір действияға шақыратын немесе бір қосымша ақпараттарды ең соңынан қабылдайды деген сияқты нәрсе болады. Ең бірінші назар аударады, басты нәрсені көру арқылы, одан кейін второстепенный нәрселерге көзі кетеді деген сияқты солай көз назарын басқаратын болады. Үшінші, ол дизайнды таза және ретімен көрсету. Жаңа айтып кеткендей, ұқыпты қылып көрсетеді, түсінікті қылып көрсетеді, қарап отырған адамның көзі сан-саққа шаппайды. Нақты бұл дизайн не жайлы, не туралы айтып тұр, не нәрсені, қандай информацияны жеткізіп тұр деген нәрсені бірден түсінікті қылады. Одан кейін эмоцияны жеткізу. Біз жалпы композиция арқылы әртүрлі эмоция сыйлай аламыз. Бақытты сыйлай аламыз, қорқынышты сыйлай аламыз, немесе бұл жерде бір мотивация, махаббат деген сияқты нәрселерді, эмоцияларды бере аламыз. Бұл жерде жалпы композиция тек дизайнда емес, бұл кинода да, фотода, суретте, архитектурада барлық жерде композиция қолданылады. Жақсы композиция ол оқылатын дизайн. Яғни бұл бір қарағаннан түсінікті болатын дизайн. Себебі қазір айналамызда ақпарат өте көп болғандықтан адамдар көрген кезде бірден түсінікті болатын дизайн жақсы жұмыс жасайды. Ол бір құпиясы бар, назар аудартқанымен түсініксіз, қай информация деген қайсысын қарау керек түсініксіз болатын болса, адамның көзі сан-саққа жүгіреді, солайша ол басқаға бетке кетіп қалады деген сияқты. Окей, енді жалпы бұндай дизайн жасар алдын сіз өзіңізге 3 сұрақ қойсаңыз жеткілікті болады. Негізі көп жағдайда. Ең бірінші, бұл жұмыста ең басты нәрсе не? Яғни басты нәрсе не екенін анықтап алуыңыз керек болады. Товарды көрсету керек пе? Товарды көрсетесіз. Заголовканы көрсету керек пе? Заголовканы көрсетеміз деген сияқты. Одан кейін второстепенный нәрселерді анықтап аласыз. Яғни екінші деңгейде осы, үшінші деңгейде осы деген сияқты. Кейін көзді қай бағытта жүреді, соны анықтайсыз. Яғни адам ең бірінші мына жерге қарау керек, одан кейін мынаған деген сияқты. Оны қазір алда көрсетемін міне. Енді көздің табиғи қозғалысы деген нәрсе бар. Жаңа көз бағытын басқару дедік қой. Сол көздің табиғи қозғалысы бар. Жалпы біздер кішкентайымыздан информацияны, оқуды солдан оңға қарай оқитын болғандықтан, біздің миымыз информацияны солдан оңға қабылдайды. Біздің көзіміздің бұл табиғи қозғалысы болып есептеледі. Ал араб елдерінде оларда оңнан солға оқитын болғандықтан, олар ақпаратты оңнан солға қарай қабылдайды. Ал Азия, Жапонды, Қытай деген сияқты елдерде олар төменнен жоғары қарай, то есть жоғарыдан төмен қарай қабылдайды. Егер мысалы сондай елдерден тапсырыс түсетін болса, осы нәрсені білулеріңіз қажет болады. Окей, енді жалпы көздің табиғи қозғалысының тағы бір бөлшегі, тағы бір түрі ол миымыздың информацияны қалай қабылдайтындығында. Мысалы, жоғарыдан төмен қарай. Бұл тоже табиғи қозғалыс болып есептеледі. Адам информацияны жоғарыдан төмен қарай, тіпті адамның қандай киім кигеніне дейін қарайтын болсаңыз, бірінші жоғарыдан төмен қарай қарайсыз деген сияқты. Енді біреулер болуы мүмкін, ең бірінші аяқ киіміне қарайды деген сияқты. Но в основном жалпы адам жоғарыдан төмен қарай информацияны қабылдайды. Және үлкеннен кішіге қарай. Ең бірінші үлкен информацияларды көреді, одан кейін информациялар, яғни одан кейін кішірейген сайын олар второстепенный болып есептеледі адамның миы үшін. Одан кейін жалпы контрастны жерден тыныш жерге, яғни бұл жерде қою қара жерден прозрачностьқа дейін қабылдайды. Бірінші четкий көрініп тұрған нәрсені көреді, одан кейін размытый немесе контрастысы аз, непрозрачный заттарға мән беріп бастайды. Окей, енді жалпы композицияның құрылыс материалдары болады. Олар жалпы әртүрлі. Мен қазір мысал ретінде нүкте, сызық, жалпы форма, пятна деген нәрселерді түсіндіріп кетейін. Бұлар жалпы кез келген визуалдың, былайша айтқанда, кирпичиктары, кірпіштері. Мысалы, қарапайым нүкте. Нүкте арқылы әртүрлі информация жеткізуге болады. Бұны бірінші суретте қарапайым нүкте, екінші суретте жалғыз қалған нүкте, үшінші суретте достарымен бірге тұрған нүкте. Бірақ выделять етіп тұр. Бұл нүктенің орнында кез келген ақпарат болуы мүмкін. Сурет болуы мүмкін, немесе бір элемент болуы мүмкін, дизайн элементі болуы мүмкін. Одан кейін, например, сызықтар. Қарапайым сызық, ретсіз сызық, жұмсақ сызық болып бөлінеді. Мысалы, ретсіз сызық, мына жерде үшкір бұрыштары бар, бұл бізде қатты сызық болып та көрінеді. Мынау жұмсақ сызық болып есептеледі деген сияқты. Бұл жерде осындай бір адамның көзіне эмоция беріп тұр. Мысалға, адам бұл жерде ешқандай бір ұстайтын нәрсе емес, жұмсақ, қатты немесе үшкір деген сияқты. Бірақ визуально көру арқылы адамның миы бұл информацияларды солай қабылдайды. Мысалға, сызықтан
қандай информацияны жеткізуге болады? Мысалға, ең бірінші суретте жаңбыр жай сіркіреп тұр, екіншісінде жаңбыр жауып тұр, ал үшіншісінде қатты нөсерлі жаңбыр жауып жатыр, мысалға, иә. Бұл сол сызық, дәл осы сызық, бірақ әртүрлі положениеде орналасу арқылы біздің миымыз ол информацияны әртүрлі қылып қабылдап тұр. Окей, енді жалпы форма пятна бойынша айтатын болсақ, мысалға квадратты қарайық. Ең бірінші қарапайым квадрат, екінші размерлеріне байланысты салмақтары әртүрлі екенін түсінеді біздің миымыз. Одан кейін мына үшінші суретті көретін болсақ, бұл квадраттың қазір құлайын деп жатқанын түсінеді, иә. Бұл қарапайым сурет болса да, қарапайым форма болса да, біздің миымыз сол информацияларды бірден солай қабылдайды. Бұны біздер дизайнда дұрыс пайдалануымыз қажет болады. Осындай әртүрлі қарапайым бір формаларды орнын ауыстыру арқылы біздер дизайнымызды адамға бір көргеннен түсінікті қылып жеткізе аламыз. Мысалы, осы пятналардың тағы бір қызық нәрсесі, мысалы қараңыз, бірінші суретте де, екінші суретте де жалпы балықтың формасы бірдей. Бірақ сол жақтағы суретте балықтың көзі үлкен болғандықтан, бұны біздің миымыз кішкентай балық ретінде қабылдайды. Ал оң жақтағы балық көзі кішкентай болғандықтан, біз оны үлкен балық сияқты етіп қабылдаймыз, иә. Мысалы, киттарда, акулаларда деген сияқты. Бұл информация бізде автоматты түрде миымыз солай қабылдап тұр. Бұл суретте түсінуге болатын нәрсе, қарапайым бір нүктені ғана, бір нүктенің размерін өзгертумен жалпы адамның восприятиесін өзгертуге болатынын жеткізіп тұр. Окей, енді жалпы формалардың өзіне сай мінезі болады, иә. Мысалға, квадрат деген бұл тұрақтылық. Квадрат деген бұл тұрақтылық, яғни төрт бұрышы бар, жерде нақты нық тұр. Шеңбер деген бұл жұмсақтық, үшбұрыш деген бұл динамиканы білдіреді. Ал мына амеба дейді, яғни осындай бір формалар хаотичный, бұл еркіндік, жалпы органика деген сияқты эмоциялар береді. Енді жалпы баланс жайлы айтайық. Баланс деген, яғни равновесие, бұл біздің дизайнымызды бір парақ деп алатын болсақ, соның екі ортасынан бөлген кезде, біздің бөліп ортасына мысалға бір үшбұрыш қоятын болсақ, біздің дизайнымыз оң жаққа не сол жаққа басып кетпеу керек. Екі жағы да бірдей болып тұру керек. Мысалы, сол жақтағы суретті көретін болсаңыз, бұл жерде үлкен шеңберге екінші жағына екі кішірек шеңберді қойған кезде екеуі теңесіп тұр, иә. Ал мына оң жақтағы суретті көретін болсақ, үлкен шеңбер және мына жақтағы бір шеңберді кішкентай қылып жібергендіктен баланс жоғалды бізде. Яғни біздің дизайнымызды ортасынан бөлетін болсақ, сол жағы ауырлап кетті. Сол сияқты біздің дизайнымызда міндетті түрде баланс болу қажет, иә. Біздер объектіні орналастырған кезде, тексттарды орналастырған кезде, барлығын қараған кезде бізде равновесие, жаңағы баланс жоғалмау керек. Енді жалпы балансты тағы да не нәрсе реттейді, иә, жаңағы біздің миымыздың қабылдайтын информациялар бойынша. Бұл жалпы үлкен болған формалар ауыр болып көрінеді, кішкентай болған сайын жеңіл болып көрінеді. Және жарық болған сайын жеңіл болып көрінеді, қою болған сайын, яғни қараңғы болған сайын ауыр болып көрінеді. Одан кейін қанық болған сайын активный болады, қанық түстер активный болады, чем тусклый түстерге қарағанда. Ал одан кейін формалар бойынша айтатын болсақ, мысалға қиын формалар, бұлар активный көрінеді. Яғни қарапайым, мысалға шеңберге қарағанда, мына екінші тұрған күн сияқты форма, бұл активный болып көрінеді. Сол сияқты, мысалға гравитация, иә, дизайнда ештеңеге бекітілмеген, просто ауада тұрған нәрсе жеңіл болып көрінеді, ал жерде тұрған нәрсе, яғни бір нәрсенің үстінде тұрған нәрсе, бұл ауыр болып көрінеді. Біздер осы арқылы да жалпы алдағы уақытта балансты реттей аласыздар дизайныңыздағы. Енді тағы бір маңызды нәрселердің бірі бұл симметрия және асимметрия, иә. Симметрия дегеніміз бұл композициядағы тепе-теңдік тудырады. Ал асимметрия деген бұл тепе-теңдік емес деген сөз емес. Бұл да тепе-теңдік, бірақ элементтердің екі жағында да әртүрлі болуына, хаотично орналасуына, олардың жалпы бір-бірімен контраст болуы, және де өлшемдерінің әртүрлі болуы, расположениесінің, позицияларының әртүрлі болуына байланысты қозғалыс сияқты сезім тудырады, иә. Мысалға, симметрия бұл кәдімгі тұрақтылықты көрсетеді. Мұндай композициялар жалпы теңестіру оңай, бұндай композицияларды әрі көрермен тез қабылдай алады. Симметриялы информацияларды мына жерде ортасына бөлсек, бұл жерде баланс бар, екі жағы бірдей деген сияқты. Бұның қолданатын жерлері болады, және асимметрияның да қолданатын жерлері болады. Мысалы, мына жерден тоже екеуінің ортасына бөлетін болсақ, бұл жерде баланс бар тоже. То есть баланс ешқайда жоғалған жоқ. Бірақ формалар әртүрлі орналасқандықтан, бұл жерде бір
қозғалыстың левитирует етіп тұрады дейді, жаңағыдай қалықтап тұрады деген сияқты, қалықтап тұрған сияқты бір эффект бар. Жалпы қозғалыс сезімін тудырады осылайша. Енді бұл заңдылықтар бізде әртүрлі баннер, билборд, жалпы журнал болсын, версткада барлығында да кездеседі. Бұл біз айтып кеткен мысалы квадрат, фигура деген жаңа сызық деген сияқты нәрселердің орнында бұл текст болуы мүмкін, сурет болуы мүмкін, форма, фигура болуы мүмкін деген сияқты. Мысалы мына жерде қарайтын болсақ, адам бірінші мына адамға қарайды, одан кейін мына жердегі журналдың аты немесе логотипке қарайды, одан кейін барып кішкентай жазуларға, кішкентай элементтерге көз түсіп бастайды. Мына жерде де солай, мысалы ең бірінші заголовкіге көз түседі, одан кейін суреттерге, ценаларға, доставка, промокод деген сияқты нәрселер, одан кейін барып мына кішкентай тексттарды оқиды. Мына жерде мысалға дух и гор деген жерде, например, баланс бар, мына жерде үлкен қылып адамды қойған, одан кейін сонымен баланс болу үшін мына жағына текст пен плашкілерді, иконкаларды қойып шыққан. Бұл жалпы кез келген дизайнда бар. Мысалға кинопостерларда да осы нәрсе қолданылады. Мына жерде үлкен пятна ретінде шеңбер тұр, ол шеңбердің ішінде симметрия жатыр, екі адам деген сияқты. Мысалы мына жерде дюна дегенде де ең бірінші текст оқылады, одан кейін бар сурет көрінеді, потому что мына жерде текст контрастный болып тұр. Сол сияқты мына жерде де мысалға өте керемет жасаған, ортасында симметрия, қалған жеріне персонаждарды қойған, симметрияны қолдану арқылы тоже күшті композиция жасаған. Енді жалпы сіздерге үй тапсырмасы, өздеріңіз осы Pinterest болсын немесе кез келген көшедегі баннер, билбордтар болсын, Behance болсын, жалпы осындай композициясы сақталған жұмыстарды табу. Композициясы сақталған 3 жұмыс табу және композиция сақталмаған 3 жұмыс табу. Және сол жұмыстардың астына жазып кету. Мысалға мына жерде баланс бар, немесе мына жерде баланс жоқ, композиция сақталмаған деген сияқты өзіңіздің түсіндірмеңізді жазып кетесіз. Жақсы, үй жұмыстарыңызды күтемін. Төменде толығырақ тағы да ақпарат жазып кететін боламын.